көздері, оның көздері өте қорқынышты. Ол аштықтың көзі. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Аштық жылдары Қазақстанда қанша адам қырылды? Сайқал саясат ұстанған қара ниеттілердің көздеген ойы не болды? Ей патша көңілді көрермендерім, бұл видеоны WhatsApp топтарға таратып, барынша арнаны қолдай кетіңіздер. Қазақ басынан өткен нәубетті білу керек. 1897 жылы патша өкіметі жүргізген санақ бойынша қазақ халқының саны 4.086.000, қырғыздар 207.000, түркмендер 380.000, өзбектер 700.000 болған. Бүкіл Орта Азия халқының санын қосқанда қазақ халқының жартысына әрең жеткен. Патша өкіметінің тағы бір құпия құжатында 1917 жылы қазақтардың саны 10 миллионның үстінде болған. Ал 1939 жылы жүргізілген санақ бойынша қазақтардың саны небәрі 2.700.000 ғана қалған. 100 мыңдай зиялы қауымды репрессияға ұшыратты. 4 миллион қазақ аштан қырылды, қалғаны басқа жаққа босып кетті. Бәрі қалай басталып еді? Романовтары тақтан кетіріп, билікке келген большевиктер билік кедейге деген жалған ұран тастап, қазақты қазаққа қарсы айдап салуды ойлады. 1918 жылы большевиктер қазақ даласын тонауды бастады. Байлардың бар мүлкін тартып алып, көнбегендерін итжеккенге айдап, дүние мүлкін талан-таражға салды. Қолға түскен малдың барлығын вагондарға салып, Мәскеуге қарай жіберді. Тіпті кедейлердің аузына қарап отқан соңғы аша тұяғында тартып алды. Мұның соңы қазақ халқына жасалған нәубеттің бастамасы болды. Қазақ даласында сүзек, ашташылық жайлап, халық аштан қырыла бастады. Халықты құтқарудың орнына жергілікті атқа мінелер тек азық-түлік жетіспеушілігі байқалуда деп қағаз толтырудан араспады. Араны ашылып, анталаған қасқырдай болған большевиктер тісін одан қатты батыра түсті. Бұған шыдамаған халық жаппай көтеріліске шықты. Көтерілістің барлығы қызыл әскермен басып жаншылды. Тіпті Түркістан жоғары кеңесінің төрағасы Иван Табалев астықты аштыққа ұшыраған халыққа бергенше, ол азық-түлікті қызыл әскерді тамақтандыруға жұмсайық деген сөзі қазақ даласын қанға бөктірудің аса зымияндықпен арнайы ұйымдастырылғанының анық айғағы. Алаш зиялылары бастаған топ Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатовтар қазақ даласының түкпір-түкпірінен жылу жинап, ашыққан халыққа таратып берді. Бірақ соның өзінде 1.700.000.000 халық аштан қырылды. Қазан төңкерісі, одан кейін азаматтық соғыс большевиктерді әбден әлсіретті. Бүкіл батыс елдері есігін тарс жапты. Тіпті 1929 жылы Британия Кеңес одағымен соғыс жағдайында болды. Ал ақш 1933 жылға дейін үнсіз қалды. Шетелден қарыз алып, артта қалған аграрлы елді индустриалды ел етем деген Сталиннің есек дәмесі күл-талқан болды. Мұртты көсем кеткен шығынның толтыру үшін тағы аса зымиян жоспар құрды. Осы оймен 1925 жылы Сталиннің ақ батасын алып, Голощекин Қазақстанды басқару келді. Ол 1916 жылы Романовтарды еш шіміркпестен атып тастап, партияластарының сеніміне кірген аса залым кісі болды. Ол келе сала план дұрыс орындалмай жатыр деген желеумен кіші қазан төңкерісін бастап кеп жіберді. Қазақ даласы тағы талан-таражға түсті. 1928 жылы жаппай ұйымдастыру сылтауымен халықтың қолындағы малдың 80% тәркіленіп алынды. Тіпті әбден есірген шолақ белсенділер соңғы қап бидайына дейін тартып алды. Шынына келгенде қазақты кеңестің табанына төсеп берген қазақ болды. Қарсы келгеннің барлығын контра, кулак деген айыппен абақтыға жапты. Қазақ даласы аштықтан бұралып жатқанда халықтан тартып алынған астықты большевиктер шетелге сатты. 1938 жылдан бері шығып келе жатқан Знамя журналында Кеңестер одағы 1928 жылы 1 миллион пұт, 1929 жылы 13 миллион пұт, 1930 жылы 48-де 3 миллион пұт, 1931 жылы 51-де 8 миллион пұт, 1938 жылы 18-де 2 миллион пұт астықты шетелге сатқан деп жазылған. Әбден есірген большевиктер енді халыққа мүйіз салығын, шүберек салығын сала бастаған.
тартып алынған барлық шүберекті дереу отқа жаққан. Халықтың бүткіл байлығын тартып алған. Ашыққан халық жан-жаққа жан сауғалай қашқан. Колхоздарды бос қалдырмас үшін қарулы жасақпен халықты қинап, қамап колхоздарда ұстаған. Қашып шығам деп қазақ даласы бойынша 219-нан астам адам оққа ұшқан. Қар түскенде әскер кетті, бірақ халықты жейтін еш нәрсесі болмады. 5 ай қыста 5 миллион қазақ баудай түсті. Халықты атты, улы тамақ берді, аштықтан өлді, қазақ даласы өліктерге толды. Қазақ даласында адам етін жеу деректері қаптап кетті. Өз шаранасына қол салдырған сұм аштық ешкімді аямады. Қазақты бұл зобалаң қайта еш жемайтындай етіп меңіреу қылды. Бала анадан, аға ініден ажырап, қазақ елінің шаңырағы ортасына түсті. СССР тарады, бірақ оның ылаңы қалды. Сталиннің адамзат тарихын жасаған ең ауыр қылмысы әлі бүкіл әлем білетін болады. 2020 жылы орыстың ит аяғы жазушы сымағы Дмитрий Верхотуров «Геноцид казахов, который не было» деп кітап жазып, айда аспаннан бірақ шығарды. Оның айтуынша СССР ашыққан халыққа көмектесуге тырысқан, бірақ қазақтар көшпенді болып, оларға астық тасымалдау қиындау болған. Мектептерде аштыққа 3-4 миллион адам аштықтан өлді деп жазғанның бәрі өтірік. Аштықтан 650 мыңдай адам опат болды деп дерек келтірген. Ал біздің зиялы қауым өкілдері үнсіз қалды. Тарих барлығының бағасын береді. Олар қанша жастырып тырысқанымен бәрібір шындық соңында ашылады. Назарларыңызға рахмет.